Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен сиырдың сирағынан және де басынан холодец жасайтын боламыз. Ең алдымен сойылған сиырдың сирағы мен басын дәл осылай ұйытып алатын боламыз. Үйткен басты дәл осылай жақсылап тазалап алатын боламыз. Жақсылап сирақтарын және де басын ұйыған жақсылап тазалап аламыз. Мен осылай қырғыштың көмегімен, қатты қырғыштың көмегімен дәл осылай жақсылап тазалап алдым. Суымыз тап-таза болғанша қайта-қайта жуатын боламыз. Және де жілік майы шығу үшін сирақтарды дәл осылай бөліктерге бөліп алдым. Бұл видео сіздерге оңай болып көрінгенмен, бұл видеоның астында қаншама еңбек жатыр. Сол еңбекті бағалап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Жаңа осы қазақша контентті қолдап, өз үлестеріңізді қосып отыруларыңызды сұраймын. Дәл осылай тазалап алған бас пен сирақтарды бөлшектерге бөліп, үлкен қазанымызға салатын боламыз. Және де бір қайнатып суын төгіп, дәл осылай екінші мәрте қайнатып, асықпай баяу отта мен 8 сағат қайнаттым. Дәміне қарай пиязын және де сәбізді және де қара бұрыш, сарымсақ, лавр жапырағын салатын боламыз. Татымына қарай тұзын салатын боламыз. Енді бұл холодецті жеген де арманда, жемеген де арманда. Бұл холодецті мен сатылымға да шығардым. Дәл осылай қайнауға 1 сағат, алуға 1 сағат қалған кезде дәл осылай алып барлығын сүзіп алатын боламыз. Сүйектерді етінен ажырап былбырап тұрады. Соларды сүйекті етінен ажыратып, майдалап кесіп, сорпамызды сүзіп, және де тағы да 1 сағат қайнатып алатын боламыз. Дәл осылай майдалап кесіп алдым. Немесе блендердан өткізуге де болады. Қатты майдаламай. Бұл холодецтің жілік майы адам ағзасына өте пайдалы болып келеді. Дәл осылай сәндік үшін жұмыртқаны және де сәбізді қайнатып салсаңыздар да болады. Дәл осылай ыдыстарымызға құйып, салқын жерге таңға дейін қоятын боламыз. Таңда өте әдемі болып, холодецтеріміз іркілдек болып шығады. Дәл осы видеода көрсетілгендей, менде холодеціміз өте әдемі болып шықты. Мен бұның ішінде 25 штукты сатылымға шығардым. Дәл осылай сатылымға да шығарып, ақша жасауға да болады. Арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.